Сәлем арна көрермендері. Бүгінгі видеода ай туралы 20 мәліметті сіздерге ұсынамын. Айда болған адамдардың жалпы саны 12. Ай бетіне 1969 жылы қонған алғашқы ғарышкер Нил Армстронг және Баз Олдрин. Айға адамның аяғы тимегеніне 41 жыл өтті. Айға ұшақпен жету үшін 20 күн қажет, ал автокөлікпен 6 ай керек. Қазіргі заманғы ғарыш кемелері оған 3 күнде жетеді. Айдың тартылыс күші жерге қарағанда 6 есе аз, сондықтан кез келген адам өз салмағымен бірдей затты көтере алады. Айда жер сілкінісі болады, ол жердің гравитациясының әсерінен пайда болады. Аспан денесінің көлемі кішірейіп келеді. Миллиондаған жылдардан соң ол мүлдем жоғалып кетеді. Ай жерден алыстап бара жатыр. Алғашқы кезде ол жерден 22 000 километр қашықтықта еді. Ал енді ара қашықтық 400 000 километр. Жел мен ылғалдың болмауына байланысты ғарышкерлердің аяқтарының іздері 50 жыл бойы өзгеріссіздір. Айдың массасы жерден 81 есе аз, көлемі шамамен 50 есе кіші. Айдың температурасы түнде -173 градусқа дейін төмендеп, күндіз 127 градусқа дейін көтеріледі. Айдың жасы жерден 10 миллион жылға кіші. Ай шар тәрізді болып көрінгенмен, шын мәнінде оның пішіні жұмыртқа сияқты сопақ келген. Түнде күндізгі уақыт сияқты жарық болу үшін 300 000 ай қажет. Оның гравитациялық әсері біздің планетаның мұхиттарындағы толқындардың пайда болуына әсерін тигізеді. Айдың бетіндегі кратерлерді шамамен 4 миллиард жыл бұрын метеориттер қалдырды. Айда су бар. Бұл кейбір кратерде мұздатылған күйде сақталған. Жер серігінде атмосфера бар. Оны экзосфера деп атайды. Оның құрамы гелий, неон және аргон. Біздің серігіміздің ландшафтын жақсы бинокльмен немесе қарапайым үй телескопымен көруге болады. Біз айға қарағанда оның бір жағын, яғни 69%-ын ғана көре аламыз.